Stopwatch платформасы бұл тек таймер немесе секундомер ғана емес, интерактивті сабақты ұйымдастыруға арналған көп функционалды цифрлық құрал. Платформа мұғалімге сабақ уақытын тиімді басқаруға ғана емес, сонымен қатар оқушылардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Онда сабақ барысында қолдануға болатын көптеген қосымша функциялары бар. Оқушыларды кездейсоқ таңдау, топтарға автоматты бөлу, ойын элементтерін енгізу, тапсырма орындау уақытын бақылау, викторина және сергіту сәттерін ұйымдастыру, сабақ кезеңдерін құрылымдау. Осы платформаның мүмкіндіктеріне шолу жасап кетсек, басты мәзірден сабаққа арналған таймер батырмасын басамыз, өзіңізге ұнаған шаблонды таңдап, қажетті минут пен секунд мөлшерін енгізіңіз. Старт батырмасын басыңыз. Экранда уақыттың кері санауы көрсетіледі. Бұл оқушыларға тапсырма орындауға, бөлінген уақытты бақылауға көмектеседі. Ендігі кезекте мәзірден кездейсоқ сандар генераторы бөлімін таңдаңыз. Өзіңізге ұнаған шаблонды таңдап сан диапазонын орнатыңыз. Минимум өрісіне ең кіші санды енгізіңіз, максимум өрісіне ең үлкен санды енгізіңіз. Генерат батырмасын басыңыз. Again батырмасы арқылы қайтадан таңдауға болады.